Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен Қажығали Мұхамбетқалиұлының Тар кезең тарихи романының қысқаша мазмұнымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Тар кезең романы 20 жылға жуық жазылған 2012 жылы жарық көрген туынды. 17 ғасырдың соңындағы Еділ мен Жайық өзендерінің айналасындағы шұрайлы жайылым жерлерінен айырылу қазақтардың наразылығын туғыза бастады. Бұл патшалық Ресейдің қазақтардың отарлауының бір әдісі еді. Шұрайлы жерлерінен айырылып, озбырлық көрген халық 1783-1797 жылдар аралығында көтеріліске шықты. Көтерілісшілердің басты мақсаты ғасырлар бойы қалыптасқан жерді пайдалану жүйесін қалпына келтіру еді. Осы кезде орыстың отарлау саясатына ең алғаш болып қарсы шыққан батыр, би, әрі шешен Сырым Датұлы болды. Оқушылар, романның композициялық құрылысына талдау жасайтын болсақ, романның басталуы Сібір және Уфа губерниясының генерал-губернаторы барон Игельстромның кіші жүзді Ресейдің отаршылдық саясатын жүзеге асырып, хандық билікті жоюға жүргізген реформасынан басталады. Ары қарай оқиға қалай дамиды, балалар? Сырым батырдың отаршылдардың арнайы жазалау жорықтарынан қорғанып, қарауындағы елді бұрынғы қоныстарынан көшіріп, жаңа қоныстарға орналастырумен дамиды. Ары қарай оқушылар қалай байланысады? Сырым батыр қарауындағы сенімді елді мекендерге көшіргеннен кейін ұлт азаттық үшін күресетін қазақ қолын әскери жауынгерлік жағдайда бейімдеп дайындайды. Қалай шиеленіседі? Сырым Датұлы бастаған ұлт азаттық қозғалысымен санасуға мәжбүр болған Ресейдің отарлық билеу жүйесінің басшылығымен шиеленіседі. Шарықтау шегі кіші жүз руларының сенімді өкілі ретінде Сырымның қолы қойылып, мөрі басылған хат генерал-губернатор мен Петербургке жолданады. Оқиғаның шешімі: қарамағындағы халқына опасыздық, сатқындық жасаған. Билігін сақтау үшін Ресейдің жазалаушы әскерлеріне ауылдарды талқандатқан, тонатқан Нұралы хан халық кеңесінің шешімімен тақтан тайдырылады. Оқушылар, біз романның сюжеттік композициялық құрылысымен толықтай таныстық. Келесі кезекте бірінші тапсырманы орындаймыз. Яғни, жалпы романға қатысты бізге не белгілі, біз не білеміз, бізге не білу қажет, біз бұны қалай анықтаймыз деген кестені толтыратын боламыз. Білім алушылар романды түсініп оқиды, романға композициялық талдау жасайды, романға қатысты өз көзқарасын білдіреді. Кері байланысты қызық, қиын, құнды әдісімен алатын боламыз. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.